Пайғамбарларға иман, пайғамбарларға махаббат, құрметті қадірлі бауырлар, Алла Субханаху ва Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Макка қаласында болған уақытта, сол Мекке шаһарында жүрген пайғамбарлықтың ең әуелгі уақыттарында тарих бойынша айтар болсақ 13 жылға жуық осы нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам насихаттады, адамдарды шақырды. Мақсат толық иман келтіру. Баршаларыңызға белгілі болған өте бір кез келген мұсылманның білетін бір риуаяты, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен Омар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анхудың арасында болған бір оқиға. Омардан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам сұрады: сен, деді, ең бірінші сен үшін ең қадірлі болған, қасиетті болған кім, деді. Ол кісі айтты: Алла, деді. Одан кейін, деді, одан кейін менің әке шешем, деді. Одан кейін отбасы бала шағам, деді. Сонда, я Омар, деді, сен, деді, ең қадірлі, ең қасиет тұтатын кісі нәрсе ең бірінші Алла, екінші мені қоймайынша толық иман келтірген болып есептелмейсің, деді. Сонда Омар радиаллаху анху қайтадан бастады: я Расулалла, мен бірінші дәрежеде Алланы, екінші дәрежеде сені, үшінші дәрежеде әке шешемді, одан кейін бауыр отбасымды деген кезде, я Омар, деді, міне сен толық иман келтірген кісілердің қатарына міне ендің, деді. Демек, баршаларымызға белгілі болғандай, біздің алдымыздағы пайғамбарлар және біздің пайғамбарымызға біздің сенуіміз бұл иманның бір бөлігі екендігін не істеуге болады? Аңғаруға болады. Жәбірейіл періште де пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келіп: я Мухаммад, ахбирни анил иман, деп сұрақ қойды. Өте машхур хадис бұда. Я Мухаммад, деді саллаллаху алейхи ва саллам, маған иман жайында хабар бер. Иман дегеніміз не ол, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: иман дегеніміз ол Аллаға сену, ол пайғамбарға сену, ақырет күніне сену, кітаптар мен періштелерге сену, деп сол иманның 7 шартын не істеді? Атап өтті. Енді ғұламаларымыз осы 7 шарттан тағы да бір осындай бір қағиданы қалыптастырған екен. Қандай қағида? Иманның шарты 7 болса, осы 7-дің біреуіне адам күмән келтіретін болса, онда толық иман етілген болып есептелмейді, дейді. Бір адам бар, Құдайға сенеді. Сол себептен бірде ислам ғалымы сол еврей халқының үлкен бір бүкіл діндерді басын қосып үлкен бір жиылыста сұрақ қойған екен мұсылман ғалымына: яһудилер жұмаққа кіретін болса, болмаса христиандар жұмаққа кіретін болса, мұсылмандардың жағдайы не болмақ, деп. Сонда әлгі ислам ғалымы бұлай деген екен: яһудилер жұмаққа кіретін болса, біз міндетті түрде кіреміз, деген екен. Неге? Өйткені яһудилерге түскен пайғамбар қай пайғамбар? Муса алейхиссалату вассалам. Біз Мусаны не істейміз, дейді? Құптаймыз, біз Мусаға сенеміз, оның пайғамбарлығын мойындаймыз. Тіпті оның шариғатынан бір үзінді ретінде Ашура күні не істейміз? Мұхаррам айының Ашура күнінде ораза ұстап береміз. Ал христиандар кірсе ше, дейді. Христиандар кірсе де біз мұсылмандар жұмаққа кіреді, дейді. Неге, дейді? Себебі Исаға біз сенеміз, дейді. Исаны біз не істейміз? Құрметтейміз, дейді.
Исаны біз сүйеміз дейді. Ал егер мұсылмандар кірсеше дейді, егер мұсылмандар ғана кіретін болса, онда сіздер кірмейсіздер дейді. Яһудилер де жұмаққа кірмейді, христиандар да жұмаққа кірмейді дейді. Не себептен дейді? Себебі сіздер біздің пайғамбарымызды мойындамайсыздар дейді. Құранда келтіреді: «Аллазина я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум». Олар біздің пайғамбарымызды соншалықты танушы еді, білуші еді, өздерінің балдары секілді. Өзіңнің балаңды қаншама топтаған адамдардың ішінен келе жатқан кезде білесіз ғой сіз. Бала бұлай тұрсын, баяғыда бала кезде мал баққан уақытта қаншама қойдың арасында көп бірін-біріне аумайтын қойлар келе жатқан кезде біз өзіміздің қойды алыстан еститін едік, танушы едік. Мына солай келтіріп жатыр Алла. Аллазина я'рифунаху. Олар дейді білуші еді дейді. Кімді? Пайғамбар салсамды. Біздің пайғамбарымызды білуші. Не секілді? Кама я'рифуна абнаахум. Олар өздерінің балдарын таныған секілді, білген секілді, біздің де пайғамбарымыздың ақиқи ең соңғы пайғамбар екендігін білетін еді. Бірақ өкінішке орай мойындамады. Жауапты қараңыз. Керемет, керемет жауап. Енді, құрметті бауырлар, осындай бір кіріспеден кейін негізгі мәселемізге оралайық. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүю, оған махаббат қою деген нәрсе бұл иманнан екен деген жоғарыдағы айтқан әрбір сөзден аңғардық. Енді ол кісі, сол кісінің заманында өмір сүру бізге Алла Тағала нәсіп қылған жоқ. Бірақ сол кісінің заманында өмір сүрмесек те, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әрбір сөздерін Алла Тағала баршасына жұмағын нәсіп қылсын. Ислам ғұламаларының жазып кеткен, қалдырып кеткен, мұра етіп кеткен барша оқулықтардан, кітаптардан не істеп отырмыз? Танысып, сол пайғамбар саллаллаху заманында өмір сүргендей бір дәрежеде, сондай бір жағдайда, сондай бір қалыпта отырмыз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Міне сол себептен қадірлі құрметті жамағат, ғұламаларымызды да еш уақытта намаздарымызда ұмытпауымыз керек. Сол ғалымдарының, қаламдарының арқасында біз Аллаға шүкір көзіміз ашылып, осыдан 14,5 ғасыр бұрын өмірден өткен пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сөзін өзінің аузынан естігендей болып, қазір барлығымыз мешітке жиналып, қолымыздан келгенше Алланың бұйрықтарын, қолымыздан келсін келмесін түбегейлі тыйыл деген заттарынан тыйылып не істеп жүрміз, өзімізше жүріп жатырмыз. Міне сол себептен құрметті қадірлі бауырлар, Алла субханаху ва тағалаға әрдайым намаздан кейін, Құран оқығаннан кейін бұл ғалымдарымызды еш уақытта естен не істеп қоймауымыз керек, шығарып қоймауымыз керек. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға махаббат деген уақытта, пайғамбар саллаллаху сүю деген уақытта адам баласының ойына ең бірінші не керек? Ол кісінің өмір баяны келеді. Қай кезде туылды, қай кезде өмірден өтті, осы екі арада не істеді, не нәрсеге шақырды, не нәрсені өсиет қылып кетті. Осыны біз адамдарға не істейміз? Уағыздаймыз, насихаттаймыз, соған шақырамыз. Не себептен? Адам көрмеген нәрсені қалай сүюі мүмкін? Қалай сүйесің сен көрмеген нәрсеңді, қасында болмаған нәрсені? Сол нәрсені, сол кісіні не істегенде, сол кісінің өмір баяны жайында, сол кісінің бүкіл пайғамбарлығы жайында айтылған уақытта, соны жақын танысқан уақытта ғана сізде не оянуы мүмкін? Махаббат оянуы мүмкін. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әрдайым біз халықты жинап, әрдайым бүкіл халық мешітке келе бермейді. Сол мешітке келмейтін халықтарды мәдениет үйлеріне жинап, мешітке келетін халық әрдайым осылай пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның туылған айында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әрбір өсиеттерін айтуға,
өмір тарихын айтуға біз не істейміз? Уақыт бөліп отырамыз. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз да адиллатун биссанадил қауи бишар'иятил ихтимали бимәулидин набии саллаллаху алейхи вассалам. Не деген сөз? Ең қуатты дәлелдерге сүйене отырып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі жайында, осы елшілігі жайында, осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту жайында бүкіл жамағатпен жиналып отырып, осыны осылай өткізудің шариғаттағы орны жайында, құрметті қадірлі бауырлар, Мысырдың кезіндегі, қазірде тірі, Алла Тағала өмірін ұзақ қылсын, Али Жұма деген кісі өзінің Субулул Хайрат деген еңбегінде осы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатты, сүйіспеншілікті арттыру жайында керемет жазып кеткен бір мақаласы бар екен. Соны қолымыздан келгенше барлығымыз оқып, танысып көрейік. Әл-әуәл, бірінші. Иннал ихтифала би мәулидин набии саллаллаху алейхи вассалам татбиқун амалиюн ли сидқи махаббатихи саллаллаху алейхи вассалам. Алла елшісінің өмірге туылғанынан бастап, өмірден өтетін уақытына дейінгі бүкіл пайғамбар салсамның пайғамбарлық міндетін, балалық шағын, әкелік шағын, басқару шағын, соғыс айлаларының, о кісінің құлшылығы жайында, о кісінің өсиеті жайында кең әңгіме құрып, осылай халық болып жиналудың негізгі алып баратын, беретін жемісі ол не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббатқа алып баратын іс дейді. Өйткені біздің арамызда ешкім жоқ қой пайғамбарымызды көрген. Дұрыс па? Ешкім көрген жоқпыз. 14,5 ғасыр бұрын дүниеден өткен кісі. Ешкім білмейді о кісі жайында. Тек оқыған, ізденген кісілердің сыртында. وَلِكَوْنِهَا أَعْظَمَ مَحَبَّةٍ تَسْتَغْرِقُ قَلْبَ الْإِنسَانِ الْمُؤْمِنِ. Осылай ету арқылы, осылай іс атқару арқылы адам баласының, адам дегенде де Құдайға шынайы сенген мұсылман құлдың жүрегіне пайғамбарымызға деген махаббат осылай істеумен ғана не істейді дейді? Орнығады дейді. Жаңа мен сөзімнің барысында айтып кеттім. Өзін көрмеген, қасында болмаған кісіні қалай жақсы көреміз біз? Ол кісіні көп зерттеу арқылы ғана жақсы көреміз. Міне соны айтып жатыр. Уаллати, бұл махаббат дейді. Тақтади тағдимаху ва тауқираху. Бұл махаббат құрметтеуді, қасиеттеуді, абыройлылауды керектіреді дейді. Фәлә ғулуа фил хубби ва иннамал ғулу фиттихади ма'будин мин дунилла. Бұл болса дінде шектен шығу деген нәрсеге, бұл амал, бұл сүю, бұл махаббат, бұл дінде тыйым салынған махаббаттардан емес. Дінде тыйым салынған махаббат Алладан өзге бір нәрсеге пұт бола ма, о сиыр бола ма, қой бола ма, о басқа бір нәрсе бола ма, өліп қалған кісі болады ма, о соған құлшылық қылу. Нағыз дінден шектен шығу деген дейді. Фәл хуббу, ал махаббат болса, ва ta'zim, ұллық, лиман хуа лаху ахлун, ла хуа айнул иман. Махаббат болса, бұл ұлылық кім үшін? Пайғамбары болған кісі үшін. Бұл болса, иманның нағыз өзі. Деп Құранда Алла Субханаху ва Таала басқа бір аятты келтіреді. Яқулуллаху Субханаху ва Таала
Я айюхаллазина аману. Мына Құранда үш түрлі нәрсені аңғаруға болады. Бірінші нәрсе ам деген сөз бүкіл адам баласын, нәсіл, ұлтына, жеріне, мемлекетіне қарамай бүкіл адам баласын не істейді? Ішіне алады. Я айюханнас, мысалға, уа адамдар, иттақулла, Алладан қорқыңдар деп осылай келтіреді. Екінші бір аяттар хас, адамдардың барлығына емес, таңдаулыларына ғана қамтитын, ішіне алатын аяттар. Ол қайсы аят? Міне сіз бен бізге Я айюхаллазина аману, уа адамдар деп айтқан жоқ. Ей иман еткен, уа иман еткен құлдарым деп тұр. Маған сенген, менен үміт еткен, менің рызалығымды іздеп жүрген құлдарым, ла тарфау асватакум. Мәдениет, қазіргі кісілер керісінше айтып жатыр ғой. Бұл мәдениеттің ішінен дін шыққан дейді. Діннің ішінен мәдениет шыққан. Өнер діннен шыққан. Бүкіл барлығы діннен шыққан. Соны айтып отыр. Ла тарфау асватакум дейді. Фауқа саутин наби. Алла елсімен сөйлесіп атқан уақытта, міне сол нәрсені Құдай Тағала келтіріп жатыр. Алла елсі сөйлеп жатқан уақытта, егер мен өзімнің сөзімді айтып жатсам, онда бір басқа аят айтып жатырмыз, хадис айтып жатырмыз. Бірақ жарысып, сонымен сол екі ортада сөйлесіп отырады адамдар. Не деп жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында тұрған уақытта, Алла елсіз сөйлеп атқан уақытта, сен де онымен жағаласып сөйлесіп, оның дауысын не істеп жүрме? Басып қойма. Дауысыңды сен өте қатты шығарма Алла елсіздің дауысынан. Уәлә тәжхару ләху. Дауысыңды көтеріп сөйлеме. Бил қаули кәжәхәри бәғдикум ли бәғзин. Бір-бірлеріне сөйлескен секілді, Алла елсіздің жанында тұрған кезде, Алла елсіз сөйлеп атқан кезде, сіз жарысып, сөйлеп, дауысыңызды көтермеңіз. Не үшін? Ән тахбата әъмәлүкум. Амалдарыңыздың зая кетпеулері үшін. Жоқ болып кетпеусін, сауаптарыңыздан айырылып қалмауларыңыз үшін. Уәнтум ла ташурун. Бірақ сендер сауаптарынан айырылғандарыңды не істемейсіңдер? Сезбей қаласыңдар дейді. Бірде Айюб әл-Ансари я Салман Фарси Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жорыққа кетіп қалады, соғысқа кетіп қалады. Соғысқа кетіп қалған уақытта 9 айдай болмайды. 9 айдай Пайғамбар салсам Мәдина қаласында болмайды. 9 айдан кейін келгеннен кейін әлгі екі сахабаның бірі Алла елшісінің алдынан шығып жабырқаулы, көңілі түскен Пайғамбар салам бірден байқап, бауырым саған не болды? Мен көп болған жоқпын, бір нәрсені естімей қалдым ба? Неге көңілің жабырқаулы деген уақытта әлгі сахаба былай дейді. Я Расулалла дейді. Сенімен бір заманда өмір сүргеніме, сенің қатарында тұрып Раббімізге құлшылық қылғаныма мен Аллаға сансыз шүкірлер айтамын. Бірақ біз осы өмірде мәңгі болмаймыз ғой. Ертең барлығымыз Алланың алдына барамыз, қайтамыз. Бір себептерге ұсталып, мен тозаққа, сіз баратын жеріңіз белгілі жұмаққа кіріп кетсеңіз, мен 9 ай сізді көрмегенде шыдай алмай отырмын. Соншалықты сізді жақсы көргенім, соншалықты. Тозаққа түсетін болсам, мен мәңгі бақи қалам ғой. Я Расулалла, осы нәрсе менің ойымнан кетпейді дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху былай дейді. Осы хадисі сол сахабадан келген риуаяттан. Әл-мәру ма'ман ахабба дейді. Бауырым дейді. Ешқандай қам жеме дейді.
қайғырма дейді. Кімді осы дүниеде сен жақсы көретін болсаң дейді, қияметте сен солармен бірге боласың дейді. Үлкен бір жүрегіне не береді? Үміт береді пайғамбарымыз болсам. Міне сол себептен қадірлі құрметті жамағат, пайғамбарға деген махаббат белгілі жерде белгілі бір кейіппен болмау керек. Пайғамбарға деген махаббат кез келген жерде, бүкіл жерде болу керек. Күніге неше рет салауат айтамыз? Сүннет намаздарына абайлаймыз ба? Пайғамбарымыздың тарапынан бекітілген, бекітілмеген оразаларды ұстаймыз ба? Бекітілмеген намаздарды оқимыз ба? Бүкіл пайғамбарлардың барлығы нәфси деп қияметтегі жағдайдың соншалықты ауырлық екендігін ғұламаларымыз қаншама кітаптарында келтірген. Бүкіл пайғамбарлар менің жағдайым не болады, менің жағдайым не болады деген уақытта жалғыз біздің пайғамбарымыз ғана уммати деп отырады екен. Менің үмметімнің жағдайы не болады? Менің үмметімнің жағдайы не болады деп. Сондай бір зат бізді көрмесе де бізді жағдайымызды уайымдап отыр. Біз қалай ол кісіні көрмесек, ол кісінің сүннеттеріне, айтқан өсиеттерінің барлығына маңыз қойып, абайлап жүретін болсақ, пайғамбарымыз да бізді солай қылып жатыр. Бізді танымаса да, көрмесе де, біз сол кісілермен бірге болмасақ та, пайғамбар салсам бізге уайымдап жатыр қияметте. Менің үмметімнің жағдайы не болады деп. Сол себептен қадірлі құрметті жамағат, енді қараңыз, келтіреді. وقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويب جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Абу Лахаб деген кісіні білесіздер ғой, пайғамбарымыз салсамның құдасы. Утайба дейтін екі баласы болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның екі қызын бірдей алған. Умму Кулсум мен Руқайяны. Бұл кісі жайында Таббат яда аби лахаби ва таб дейтін Алла Тағала арнайы бір сүре түсірген. Тозақпен сүйіншілеп бұл кісіні. Баратын жерің тозақ, қабіріңде қиналасың, сұрақ жауап өте қиын, белгілі. Бірақ осы кісі әрдайым дүйсенбі сайын азабы жеңілдетіледі екен. Азабы не істейді? Жеңілдетіледі. Азабы алынып тастамайды, жеңілдетіледі. Не себепті? Себебі осы кісі пайғамбар болатынын білмейді. Пайғамбар салсам енді өмірге келіп дүние есігін ашқан уақытта арабтарда бір сондай бір мәдениет бар, әлде де бар ғой бізде де, шамалы. Қыз бала туды десе ондай қатты қуанбаймыз ғой, қуанамыз ғой, бірақ енді қатты қуанбаймыз енді, қатты. Бірақ ер бала туылса бір ер бала адамда бір қыз бала адам емес секілді, қыз бала туылды десе, ой, ақиқасын не істеңдер, бәрін жинаңдар, бүкіл адамдарға естірдіңдер, балам, ер балалы болдым деп бәріміз қуанамыз. Туры, бірақ енді арабтардың үрдісі бұдан біздікінен бөлек, қыз бала туылса өлтіріп тастайтын болғанда, ер бала туылса қалдыратын болған. Тірідей көміп тастайтын болған екен қыз баласын, Құдай сақтасын. Көрдің, дін келмесе адам баласы не болады? Қайда енді мәдениет? Дін жоқ кезде мәдениет шықпай ма өзінің жұмысын істеп? Өнердің шықпай ма жаңағы несін істеп? Мәдениеттен шыққан дейді дінді. Бір түрлі енді. Ары қарай жалғастырайық. Сонда не себепті ол кісінің азабы жеңілдетілген? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге шыр етіп келген кезде оның күн әйелі Суайба деген
есімді әйел кісі келіп Әбу Лахабтан сүйініш сұрайды. Сенің інің әрі құдасы, әрі немере ағасы ғой енді пайғамбар сонның. Сенің інің дейді келіні ғой енді ер бала туылды дейді. Сонда 100 түйені құрбандыққа шалып жүрген. 100 түйе. 100 түйе. Біз бір қойды салуға ойланып кетеміз ғой, мына имамнан сұраймыз, ана имамнан сұраймыз, тағы біреуден сұраймыз. Әйтеуір біреу бірдеме айтып бере ме екен деп жаңа бір іздейміз ғой жеңілдіктерді. Тоқты соясам бола ма, кейін сойсам болады ма, той болған кезде соймау керек болса да соя береміз бірден. Сонда сол жердегі пайғамбар саллаллаху туылған кездегі бір кішкентай сәті бар ғой, 100 түйесін сойып бір қуанды ғой жаңағы кісі. Тозақпен сүйіншілесе де. Сол қуанғанның құрметіне Алла субханаху ва тағала сол кісіні дүйсенбі күні, әр дүйсенбі күні азабын жеңілдетеді екен. Не себепті? Қуанған үшін. Біз не істеп жатырмыз? Біз иман келтірдік пайғамбар саллаллаху. Біз сендік, үміттеніп жатырмыз. Соның үмметінен боламыз иншалла деп. Біздің жағдайымыз қалай болады? Біздің жағдайымыз иншалла жоғары болады. Бірақ риясыз болу керек. Тек пайғамбар салсамға деген несі болу керек? Сүйіспеншілігіміз ешқандай нәрсе қосылмау керек. Айтсын, көрсін, естісін, мені әңгіме қылсын емес, шынайы түрде болу керек, шынайы түрде. Міне кеп атыр ғой. Фама балука бил муъминил муахид. Алланы бір деп таныған, пайғамбарды хақ деп танымаған мұсылмандардың жағдайы не болмақ? Мына кісінің жағдайы былай болып тұрған кезде дейді. Қараңызшы. Сол себептен қадірлі құрметті жамағат, әлбетте бір жарты сағаттың ішінде бұл мәуліттің пайғамбар саллаллаху өмір жайында жарты сағаттың ішіне сыйғызып айту өте қиын. Бұл бір ай келесі дүйсенбі күні Рабиул әуелдің 12-сі болады. Пайғамбарымыздың дүние есігін ашқан күні болады. Сол себептен иншалла сол күні ораза ұстап, сүннет намаздарға өте қатты көңіл бөліп, иншалла бұлай күндерде өте қатты көңіл бөліп, Алла Тағала соңғы демімізге дейін Құранмен және пайғамбарымыз саллаллаху сүннетімен амал қылуымызды Алла Тағала әрдайым бізге нәсіп етсін. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.